Понтовая привычка қолымды үстімдегі киіміме сүрте салу. Не знаю, енді сіздерге страшно көрген шығар, мен жаңа сөйтіп қолымды сүртіп отқан сторисқа түсіп қалған екен. Сол қолыңды сүрте салғаныңызшы деп жазып отыр ғой. Мен солай сүртемін. Ерасыл да сондай үстіндегі киіміне сүрте салады. Хотя мен оған өзімше ұрысып қоямын, хотя мен өзім де постоянно киіміме сүрте саламын. Не знаю, сол әдетімнен қалай құтылатынымды білмеймін. Сол үшін бір киімді бір-ақ күн кию керекпін, өйткені 2 күнге киюге мүмкін емес. Қолымды всегда үстіме сүртемін. Жасап алдық. Тағы мен айтайын дегенім, көп адамдарға пресс шығару өте қиын. Пресс шығаратын кезде адамдар көп нәрседен тыйылады. Наннан тыйылады, қанттан, тәттіден, газировкадан. Ал солардан тыйыла білген адам, ол өзінің ішкі рухы мықты адамдар. Сол үшін пресс шығарып жүріңдер. Жалпы денсаулықтан арналымына бояпты өзі хабар. Кезінде деймді, анау жас кезімізде үйге қонақтар, яғни анау туысқандар келсе, бірандай болып отыр. Ойбайды қуаныш, там дастархан жасайды, анау мынау праздник үйде күшті, настроение четкий вообще. Өсе келе, короче, ондай болмайды екен. Өскеннен кейін, либо ты понимаешь, что барлық туысқандарың андай жақының болмайды екен, да, сол үшін өсе түсінеді екенсің, кім жақсы оймен араласады, кім арам оймен араласады, қандай екен біліп ше. Сондықтан жақының да, сенің туысқаның да, мысалы, қайтып болады, ішіне етпейтін. В общем, барлық туысқандарың саған жақының емес қой. Сені көре алмайтындар да бар, сені жамандайтындар да бар, бетіңе күліп арқандан ғибаттайтындар да бар. Сол, в общем, туысқандар. Мен ойлайтын осы Алматыда жүрген кезде, ой, бля, мынақта ешқандай туысым жоқ, ешкімім жоқ, қырқсын қайтамын, не істеймін жалғыз өзім деп. Ой, нахер ғой, қайтып бүйтіп ондай туысты дейсің. Үйде свет өшіп қалды, сонымен бәріміз үйден шығып, тамағымыз тура айтпесем, мама бүгін өлтіріп тұр, бешбармақ, нарын турап, кешегі не бар, сорпа бар. Қалайсыз, мама? Деп қойыңыз. Мама келді кеше. Кеше келді мама, бүгін енді сторисқа уақыт болып отқан жоқ ше. Өзіміз семейный день болып отыр сондай. Міне тамақтарымыз әкеліп қойып, мына жақта папасы отыр, аншарчик отыр. Горячий екен. Аға мен жеңге өздері қыдырып кетті, соны қыздармен біздер де отырамыз ба деді. Как раз свет жоқ, зарядкамыз өшіп отыр, мына жерге қарап. Иә, ыңғайлы жерге алдық та, үйдегі сотканың бәрін алып алдық та зарядтап жатырмыз. Пока көреміз қазір тағы прогулка жасаймыз, иә берсің мама? Паркке барамыз. Паркке барамыз қазір, қыздарды алып. Тамақ қарнымыз тойдырып алайық. Қызық екен үйімізде тамақ салып тұр, бірақ сырттан тамақ жейміз. Қызарға жинайды, сырттан тамақ жейміз. Бірақ сырттан тамақ жейміз деп кішкене переборщили тот раз. Но ничего, бәрі жақсы. Алас болсын, қалғандарыңыз тамақ енді келеді? Баршаларыңызға кеше 1-2 күн стористе прям активно боламадым, енді бүгін берсем максимально активно болуға тырысам. Бізде погода осындай отыр. Кстати, қараңыздар, бізде өзгеріс осындай детский площадканы қойып қойды. Пасмурно погода, ана жақтан ең бар, деп ұстап. И, конечно, бізде мама келді. Кеше салып қойдым ғой. В общем, мама манты істеп жатыр ана жақта. Пельменчик істейін деп жатыр. Сендерде артық уақыт болмайды ше деп қойып, бәрін істеп беріп кетіп жатыр. Пельмен жеп беріп кетіп жатыр. Манты мына жақта 2-3 күн үшін тамақ істемейін деп тұрмыз. Ар жақта бешбармақ бар, нан бар, тамақ тола, шүкір. Мына жақтан сәрші. Бүгін аға жеңгелер кетті. Енді көреміз, может тағы да келіп қалады дейді. Может біз өзіміз Тара жаққа барамыз ба, көреміз деп жатырмыз. Сіздер не тамақ жасап жатырсыздар бүгінге? Көрсетпеңіздер. Айтты, бізде күшті тамақтар болайын деп жатыр. Жаңа сары витаминчик беріп түсей. Кешейсің ба? В общем, бізде жаңалықтарға келетін болсақ, сол пока енді прям новый. О, бой, мама, бер дейді. Досымызбен Нұрда бар. Қалайсың? Қасында әсем бар. Қалайсың? Разница жоқ қалай? Ей, сәкен! Не болды? Пробка басылмайды ол, в любом случае. Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Не істеп жатырсыздар? Біз Жоғыншықам екенбіз, в общем, жұмыстармен шықтық. Көңілге бәрі керемет. Екеміз өте қатты бақытты болып жүрген адамдардың біріміз. Алла осы күнімізден айырмасын. Сол кішкентай қызыммен көрсеткен күнді тағы да асығып күтіп жүрмін. Солай. Аман болыңыздар. Берекелі, жақсы, сәтті күн болсын.
Эфирге макияжым, шашым барлығы дайын. Енді киімді ғана күтіп жүрмін. Эфирге дайындық. Ал менің look of the day. Лосины кидім, черные кеды, майка от Adidas. Тиздан заказ берген. Короче, ветровка бір түрлі киімдер ұнайды. Кішкене андай лайв видео сіздерге. Не деватсың, Нұрай? Не киемін деп жатырмын. Не киемін деп жатырсың? Сау? Жаман нәрсе айтты. О, айналайында қалайсыңдар, жақсысыздар ма? Айданың оқырмандары, жандарым әшейін. Айданың оқырмандары менің де оқырмандарым деген. Әрине. Что? Ала бер. Жоқ па, жаппай. Бар ғой, ар жағында тұр. Айданаға риза болатыным, Айдананың шкафын ашсаң бәрі бар, короче. Бәрі бар. Шкафым ет бар ма десең шығайын деп тұр. Артық миллион жарым бар ма? Бар. Берейін ба? Ой, бұл кісі миллионерші. Всем привет. Бүгін үйімізге комнатқа қажетті заттар алайық деп барахолка жаққа шықтық. Да? Солай. И, кстати, біз қосылайықтың жаңағыдай номинациялар болып жатыр ғой енді қазір. Маусымның бақай жылдың ең үздік тойы деген неге кіріппіз, номинацияға ілігіппіз. Бірақ біз оны сториске ешқайда салып жатқан жоқпыз. Бірақ сонда да кәдімгідей өз стористарына салып, дауыс беріп жатқан, дауыс жинап жатқан жандарды көріп жатырмыз. Үлкен рахмет. Бітірікті қазір бірдеңе жеп алайық деп келгенбіз ғой. Барахолкаға бір жаман барсам кетуің қиын ғой ол жақтан ше. Бірақ енді қалаған нәрсені таба аласың деген сияқты. Вообще бүгін күйеуім екеуміз пысықсынып әппақ болып келіп жатырмыз екеуміз үстімізде енді балшық тамақ жейін деп отырмыз соған мәжбүр. ChatGPT'ni айтып алсам. Сонымен кездесуге шық. Соны қасыңа алып жат. ұйықтамадың бәрі. Сонымен сөйлес. Таңғы 5-тен кейін ба, жоқ? Жүрсің бе? Келіп тұрма? ұйқым қанып тұр, күшті болып тұр. ChatGPT дейсің ба? Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін таңғы 5-те тұрып ұйқым қанып күшті болып тұр. Мен кеше ерте жатқан болатынмын. Үйде няня бар, бала қарайтын. Сестренкам шақырып алған. Сөйтіп ұйқым қанып, режим дұрысталып, Айлинде режим дұрысталып күшті болып қалды, в общем. Таңғы 5-те тұрып, сағат неше болды, айтыңдаршы жүрсің бе? Иә, кеш болды деп ойлағам ғой мен.